Каспи Pay'де шот бойынша үзінді көшірмедегі қорытынды соманы сатылым бойынша есептегі қорытынды сомамен қалай салыстыруға болатынын осы бейне материалымызда көрсетеміз. Ең алдымен логин мен пароліңізді пайдаланып, Каспи Pay веб нұсқасында авторизациядан өтіңіз. Шоттар бөліміне өтіп, қажетті кезеңді таңдаңыз. Құжатты Excel пішімінде сақтаңыз. Енді сатылым бойынша есепті жүктеңіз. Ол үшін сатылым бөліміне өтіңіз. Шот бойынша үзінді көшірмедегідей қажетті кезеңді таңдаңыз. Сондай-ақ құжатты Excel пішімінде құрылғыңызға сақтаңыз. Шот бойынша үзінді көшірмені ашыңыз. Баған тауарлары бар жолды таңдап, іріктеуді қосыңыз. Бенефициардың атауы бағанында мыналарды белгілеңіз. Каспи банк, Каспи магазин, Каспи Pay. Окей деп басыңыз. Дебет және кредит бойынша қорытынды соманы анықтаңыз. Ол үшін формула арқылы кредит сомасынан дебет сомасын шегеріңіз. Сатылым бойынша есептегі қорытынды соманы есептеу қалды. Бұрын жүктеп алынған құжатты ашыңыз. Ctrl пернесін басып, бағандарды белгілеңіз. Аударылатын және есептен шығарылатын сомма теңгемен. Жүргізілген операциялар үшін комиссия теңгемен. Карта бойынша жүргізілген операциялар үшін комиссия теңгемен. Төлемді қамтамасыз еткені үшін комиссия теңгемен. Каспи Pay комиссиясы теңгемен. Каспи жеткізу үшін қызмет құны. Құжаттың төменгі бөлігінде қорытынды сома көрсетіледі. Оны шот бойынша үзінді көшірмедегі сомамен салыстырыңыз. Олар сәйкес келеді. Құттықтаймыз. Осымен қорытынды соманы салыстырып тексеру аяқталды.